Қауіпсіздікті сақтау үшін алдымен сенімді, күрделі және әр сервиске бөлек құпия сөздер жасау керек. Қай жерде мүмкін болса, екі факторлы аутентификацияны қосқан жөн. Құрылғылар мен қосымшаларды уақытылы жаңартып отыру маңызды. Ол осал жерлерді жабуға көмектеседі. Белгісіз хаттар мен хабарламаларға сақ болу керек. Әсіресе күмәнді сілтемелер мен тіркемелерден аулақ болыңыз. Қосымшаларды тек ресми көздерден жүктеп, ашық Wi-Fi-ға VPN-сіз қосылмаған дұрыс. Смартфон, ноутбук сияқты құрылғыларды әрдайым құлыптап, жеке деректерді қорғаңыз. Ең бастысы алаяқтардың айласынан сақ болыңыз. Ешкімге құпия сөз, SMS-код, банк деректерін айтпаңыз. Көп адам барлық аккаунттарда бір ғана құпия сөзді пайдаланады. Бұл үлкен қауіп. Бағдарламалар мен жүйелерге шыққан жаңартуларды елемей жүреді. Кейде күмәнді сайттардан немесе белгісіз сілтемелер арқылы қосымшалар орнатып қояды. Хаттар мен мессенджерлерден келген сілтемелерге ойланып толғанбай өте салады. VPN қолданбай ашық Wi-Fi желілеріне қосылады. Әлеуметтік желілерде өздері туралы тым көп ақпарат бөлісіп жатады. Ал кейбірі құпия сөздерін тіпті скриншотта немесе жазбада сақтап қояды. Ол да қауіпті. Құпия сөздерді әр 3-6 ай сайын жаңартып отыру ұсынылады. Әсіресе пошталар, банктік қосымшалар және әлеуметтік желілер үшін. Егер құпия сөз бұзылды деп күмәндансаңыз, оны дереу ауыстырыңыз. Құпия сөзді жиі ауыстыру арқылы сіз есептік жазбаңызды бөтен адамдардан қорғап қаласыз. Бүгінде басты талап жиі өзгерту емес, сенімді, қайталанбайтын құпия сөз жасап, қосымша қауіпсіздік, мысалы екі факторлық аутентификация қолдану. Ең бастысы бұрынғы құпия сөзге тек бір сан қосып қою емес, мүлде жаңа күрделі құпия сөз ойлап табу керек.